Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіздер. Қалдарың қалай? Жақсы. Көңіл-күйлерің қандай? Тамаша. Жарайсың. Балалар, бүгінгі ертегілер елінде атты кіріктіріп ұйымдастырған іс-әрекетімізді бастайық. Олай болса, шаттық шеңберін айтайық. Кәне. Қуанамын. Қуанамын, күлемін, мынауменен жүрегім, достарым үнемі риза болып жүремін. Керемет, жарайсыңдар балалар. Балалар, қараңдаршы, менің қолымда не бар? Бауырсақ. Бауырсақтың түсі қандай екен? Сары. Бауырсақ туралы ертегі білесіздер ме сендер? Иә. Ол ертегі қалай аталады? Бауырсақ. Керемет, жарайсыңдар балалар. Тағы да қандай ертегілерді білесіңдер сендер? Иә. Қандай ертегілерді білесіңдер? Үш аю, керемет. Шалқан. Шалқан. Терпек. Жарайсыңдар. Бауырсақ. Бауырсақ. Жарайсыңдар балалар. Балалар, олай болса, қазір біз сендермен бауырсақ ертегісін сахналап берейік. Бауырсақ ертегісінің кейіпкерлері кімдер? Шал, кемпір, түсіп, Қоян, қасқыр, аю, төлкілер. жарайсыңдар. Балалар, олай болса, біз сендермен қазір бауырсақ ертегісін сахналап береміз. Де шалмен кемпір бопты. Бір күні шал кемпір. Маған бауырсақ пісіріп берші. Үйде он болса пісірейін. Кемпір бауырсақты пісіреді. Сосын терезенің алдынан қояды. Бауырсақ келе жатып қоян көреді. Сен кімсің? Бауырсақпын. Сен тәттісің. Мен шыны жеймін. Жемесіне сен айтып еді. Мен атады қасы, әжеге қасы. Мені сене қасамын. Бауырсақ қасып кетеді. Келе жатып қасқыр көреді. Сен кімсің? Мен бауырсақпын. Сені жеймін. Жемесіне сен айтып еді. Мен атады қасы, әжеге қасы. Қоянды қасы, мені сене қасамын. Бауырсақ келе жатып аю көреді. Сен кімсің? Мен бауырсақпын. Мен сені жеймін. Жемесіне сен айтып еді. Мен атады қасы, әжеге қасы. Қоянды қасы, қасқанда қасы. Мені сене қасамын. Бауырсақ келе жатып түлкі көреді. Сен кімсің? Мен бауырсақпын. Мен сені жеймін. Жемесіне сен айтып еді. Мен атады қасы, әжеге қасы. Қоянды қасы, қасқанда қасы. Аюды қасы. Мені сене қасамын. Бауырсақ, менің құлағым естімейді. Мұрныма айтсы. Мен атады қасы, әжеге қасы. Қоянды қасы, қасқанда қасы. Аюды қасы. Түлкі бауырсақты жеп қояды. Балалар, жарайсыңдар, бауырсақ ертегісін керемет ойындап бердіңдер. Енді қазір балалар,
құзыреттілік орталықтарға бөлініп, біз әртүрлі қызықты тапсырмалар орындайық. Тапсырма орындағыларың келе ме? Олай болса, қане тапсырма орындайық. Отыра ойындар, қане кім қай орталыққа барады? Ол кезде балалар, біз сендермен математикалық тапсырмаларды орындаймыз. Ангелина, Еркежан, біз суреттегі сызбалар бойынша сөйлем құрастырамыз. Біз қазір бұл кезде тұзды қамырдан бауырсақ жасап үйренеміз. Қанекей қамырды алайық және оны домалатып, қолымыздың ұсақ қол моторикасын дамыту мақсатында бауырсақ дайындайық. Жарайсың, Варвара. Варвара, маған қане 1-ден 10-ға дейін жүз тура санап берші. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ал кері. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Жарайсың. Дамиян, қане сенде? Сенде неше бауырсақ бар? 2. Келесі неше бауырсақ? 1, 2, 3, 4. 4. Жарайсың. Сызба бойынша сөйлемдер құрап берші. Ата, газет. Оқыдық. Ата, кітап. Оқыдық. Жарайсың. Ата, журнал. Оқыдық. Ата, Хақ. Оқыдық. Жарайсың. Мен су іштім. Мен шай іштім. Мен сүт іштім. Мен айлан іштім. Жарайсың. Біз қазір шығармашылық жұмыс, сурет шаламыз, жұмсақ губкаға бояуды алып, және ақ қағаздың бетіндегі суретке бастырамыз. Қане істеп көрейікші? Қандай сурет шығады екен? Әлі істей ғой. Сендер не істедіңдер? Бауырсақ. Бауырсақтың түсі қандай екен? Сары. Енді балалар, бауырсақтың дәмін көрейікші қанекей. Малика, бауырсақтың дәмі қандай екен? Дәмді. Жарайсыңдар. Сендер тапсырманы өте керемет орындадыңдар. Енді қазір жатын бөлмеге барып, ойымызды серпіту үшін серпіту сәтін жасайық.
Қанекей балалар, бауырсақтың ішіне қандай? Шембір. Шеңбек, Домалақ. домалақ, керемет. Келесі сұрақты тыңдайық. Балалар, маған бауырсақ ертегісінің кейіпкерлерін атап беріңдерші. Қанекей балалар, атап берейікші бауырсақ ертегісінің кейіпкерлерін. Қоян, аю, қасқыр, түлкі. Тамаша, жарайсыңдар. Келесі сұрақты тыңдайық. Балалар, айтыңдаршы, мен бірінші неден қаштым? Қоян. Неден қашты балалар бірінші? Қояннан қашқан екен, жарайсыңдар. Балалар, айтыңдаршы, мен неге алданып қалдым? Түлкі. Неге алданып қалды? Түлкіге. Дұрыс. Балалар, ұландар қайда тұрады? Қайда тұрады бұландар балалар? Орманда. Жарайсыңдар. Балалар, түлкіні сипаттап беріңдерші. Қанекей балалар, түлкіні сипаттап берейікші. Түлкі қандай? Байлар. Және қандай ол өзі? Әдемі. Әдемі, керемет, жарайсыңдар балалар. Жарайсыңдар балалар. Сендер өте ақылды балалар екенсіңдер. Сендермен қазір қызықты ойын ойнайық. Ойын кім тапқыр деп аталады. Қазақ халқының ұлттық құндылықтарына байланысты ұйымдастырылған ойын. Көру арқылы есте сақтаймыз. Ойын ойнауға дайынсыңдар ма? Қанекей олай болса, 6 бала шыға қойыңдаршы. Көрмені қараңдар, текше қырларында бірінші ненің суреті бар? Ат. Екінші торсық. Ою, керемет, жарайсың. Есімізге сақтап алдық па? Енді сәйкестендіріп қойайық. Қанекей, ойынға кім шығады? Қанекей, қолымызға алайық. Және орналастырайық. Кімнің есте сақтау қабілеті жақсы екен? Дұрыс па, балалар? Дұрыс қойды ма? Дұрыс. Жарайсыңдар балалар. Балалар, ертегілер елінде атты бүгінгі кіріктіріліп ұйымдастырған іс-әрекетіңіз өте белсенді қатысыңдар, өте ақылды, білімді екенсіңдер. Олай болса, бүгінгі іс-әрекетіңізді қорытындылау үшін сендерге не ұнады, не ұнамады? Қанекей, осы сұраққа жауап беріңдерші. Әли, саған бүгінгі іс-әрекетте не ұнады? Сурет салған ұнаған екен. Фатима, саған не ұнады? Қанекей, Варя, саған не ұнады? Сергіту сәті ұнаған екен, жарайсыңдар. Ангелина, саған не ұнады? Сен қоян болған ұнады ма? Жарайсың, Малика? Маған бауырсақты салғанады. Жарайсыңдар балалар, керемет. Олай болса, бүгінгі іс-әрекетке қатысқандар үшін мен сендерге тәттілер сыйлаймын. Топқа барып жейсіңдер, жарай ма?